Mesut'a koyarız. Karayma. Ha, çünkü geldim. Jackson. Bahseder misin? Jackson. Şu kurslar. Gel bu tarafa, bu tarafa. Ana kaya. Ол келмесін. Так, құрметті студенттер, құрметті оқушылар, бүгін негізі бірінші курстарда оқу практикасы басталған болады. 7 сәуір күні 19 сәуірге дейін 2 апталық, иә? Біз әртүрлі мекемелерге бардық, әртүрлі мекемелердің психолог қызметінің жұмысымен таныстық, психологиялық қызметтің барысымен таныстық, құжаттармен таныстық. Енді бүгін сіздер психология пәнінен білесіздер, психологияның өте көптеген салалары бар, иә? Соның бір саласы экзистенциалды психология деп аталады. Экзистенциалды терапия деген бар, логотерапия деген бар. Қазір сол экзистенциалды психологияның осы Қазақстандағы Өкілі. өкілі, орталық Азиядағы осы логотерапияның жетекшісі, логотерапевт, практик психолог, клиент қабылдау тәжірибесінде өте көптеген тәжірибесі бар, практикалық тәжірибеге бай маманды шақыртып отырмыз. Ол алдарыңызда тұрған Амангелді Мейрамбекұлы. Енді кезегін сізге береміз. Бірінші Амангелді Мейрамбекұлы қазір өзінің логотерапия бойынша, экзистенциалды психология, терапия бойынша өзінің бар ақпаратымен, тәжірибесімен сіздермен бөліседі. Бөлісіп болғаннан кейін сіздер қажет болса, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды орысша да, қазақ тілінде де қоюға әбден болады. Түсінікті ғой? Мына сөз кезегі сізге. Қайырлы күн, құрметті студенттер, тыңдарман. Мен бірінші кезекте сізге рахмет айтамыз, шақырып отқандарыңызға, қонақ болып отқандарыңызға. Мәселені жабасы болып. Кезіктен мен таныстық өтейін. Менің есімім Амангелді Мейрамбекұлы. Мен психолог және логотерапевт. Келісімді өтейін. Үйренгенмін, 2 балам дайын бар. Осы салада жүргеніме, психология саласында жүргеніме 8 жылдан асты. Жалпы мен психологияға бірден келген жоқпын. Яғни бакалаврлық психология саласына 29 жасымда келдім. Яғни бакалаврға университетке институт бітіргеннен кейін 11 жылдан кейін барып 29 жасында осы психологияға түстім. 29 жасында. Не үшін? Себебі мен уақыт өте келе, кез келген адам дүниеге келген кезде ол ізденіс жолына түседі ғой, өмірде қайда барады, не істеуім керек деген секілді. Бәрінде бар. Сондай жолмен келе жатқан кезде логотерапия деген ғылымды таныстым, қызық болды. Өзіме келіп сұрақтарым, жауаптарым тапқандай болдым. Енді бір сұрақ туындады, неге осы пайдаланып, өзім емдедім, мен басқаларға көмектеспеске деген секілді. Сөйтіп, оқуға барған кезде, маған ұстазым Юлиан Анатольевна деген. Ол кісі айтты, сен мамандығың қандай еді? Менің мамандығым жоқ ешқандай. Мен ешқандай бағанағы университет оқымағым керек. Онда сен логотерапия, психологияны оқымасаң, немесе медициналық білімі болмаса, онда сен логотерапияны оқи алмайсың деген. Міндетті түрде психолог болу керек. Жақсы. Онда мен қаруанды түрде психология мамандығына қайнар университетіне түстім. Сөйтіп 4 жыл очный соң оқып шықтым 29 жасында. Сөйтіп оны бітірдім, бітіргеннен кейін логотерапияны қайтадан тағы 3 жыл оқыдым. Енді сұрақ туындайды, не үшін психолог қайтадан сол тағы психологиялық білімді алғаннан кейін 4 жылдан кейін диплом алғаннан кейін ол тағы да компьютер психотерапиялық бағытта оқу керек деген секілді сұрақ туындайды да. Неге осы 4 жылдық жетпей ма деген секілді, жетпейді екен. Не үшін? Себебі бізде өздеріңіз білесіздер, психологияда 37 шақты психологиялық бағытты бізде таныстырып өтеді. Яғни жарты семестрде осындай өсімдер бар. Енді адам психологияны бітіргеннен кейін ол не істейді? Адаммен жұмыс жасау үшін оған бір методика керек, терапиялық. Ал терапиялық методика қазір 800-ден асып кеткен түрлі. Соны біреу таңдау керек.
енді мен адаммен жұмыс жасайтын болсам, осындай терапиялық бір методиканы таңдадым, ол яғни логотерапия және экзистенциальный анализ деп аталады. Осыны таңдап бітірдім. Енді осы мамандықты бітіргеннен кейін мен бірінші кезекте мектептермен жұмыс жасадым, оқушылармен, кішкентай балалармен. Сөйтіп уақыттан істерімде мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде студенттермен жұмыс жасадым. Ол жерде сабақ берген жоқпын, проблемный студенттермен жұмыс жасадым. Невроз, депрессия деген секілді, соматика деген мәселелер бар, солармен жұмыс жасадым. Одан шыққаннан кейін аурухана деген не бар, реабилитационный центр. Ол жерде институт алаңында сол жерге келгенде, сол жерде мен жұмыс жасадым адамдармен. Соның барлығында жұмыс жасаған кезде маған көмектескен осы логотерапияның методикасы. Мынау, яғни сертификат, 3 жылдық оқу, сертификат Австриядан келген, логотерапияны оқып деген сертификат. Ал мынау қайнар университетінің дипломы. Жалпы документация міндетті түрде, кез келген адам міндетті түрде документациясы болу керек. Қайдан шықты, қандай терапияны ұстанады, жалпы өмір жолын көрсетуге міндетті түрде. Сондықтан сіздерде болашақта психология осы маман боламын десеңіздер, мына құжаттарды ұқыпты болып келесіздер. Мақсат деп айтасыздар, мен осыны еңбегіңізге келдім. Енді болашақта сіздерге жалпы психология болашағы бар, өте көп. Сондықтан Қазақстанға болашақта психолог мамандар өте ауыр қажет болады. Сондықтан қазірден бастап қабылдаңыздар. Оқып, зерттеп, ізденіп, үлес қосып қоғамға деген секілді. Келесі, өзгертемін. Енді логотерапияда бағанадан бері айтып жатырмын. Енді логотерапия қайдан шықты? Логотерапия деген Австрия психологиялық орталығынан Австрия Венадан шыққан. Бұл логотерапия, экзистенциальный жаңа анализ дегенді осы мына кісі суреттегі Виктор Франкл деген кісі өзі жасап шығарған. 1905 жылы дүниеге келіп, 97 жылы қайтыс болды, 92 жасында. Психиатр, бұл бірінші кезекте логотерапевт емес, бұл бірінші кезекте психиатр, сосын барып логотерапия. Яғни ол неврология, адамның психикасымен қатты жұмыс жасады, осы жұмыс жасап жатқан кезде бір нәрсені байқады. Нені байқады деген кезде, не үшін логотерапия керек деген кезде, адамның психикасы емделді, соматикасы емделді, бірақ анадан бәрі қайғырып жүріп түсініксіз. Ол не деген кезде, ол яғни адамның рухани халқатына шығатын нәрсе екен деді да, ол рухани халқатты немен емделді? Яғни психикасын психиатрия емделді, соматика денесін медицина емделді, ал рухани халқатты немен емделді? Осы логотерапия керек деп айтты. Яғни біз адаммен жұмыс жасайтын болсақ, адамның рухани халқаты керек. Келесі. Енді тағы өткіземіз ба? Так. Бағана екі нәрсені сіздерге айтады бүгін. Мынау біріншісі логотерапияның практикасы, мен қалай қолданамын, адамдармен жұмыс жасаған кезде методикасы, яғни. Екіншісі логотерапияның философиясы. Шалыс кетпейді деп отырғаным ба? Келесі. Логотерапияның практикасы. Бірінші кезекте кез келген адам адаммен жұмыс жасаған кезде, ол адамның антропологиясын міндетті түрде зерттеу керек. Антропология деп отырғанымыз адамның дене бітімі, ол теория личности деп айтады ғой. Теория личности өте көп. Зигмунд Фройдтың теория личности бар, Альфред Адлердің теория личности бар, Юнгтікі бар деген секілді көп. Франклда өзіндікі бар. Яғни ол айтады. Дименциональный антропология. Мысалы, Зигмунд Фройд адамда психика мен соматикадан ғана тұрады деп айтады. Яғни бұл кітапта бір жағынан қарағанда ол хайуан секілді, ашық түрде айтады. Не более само деп айтады. Хайуан не более само. Сол себепті ол бағанағы адамның ар-ұят деген нәрсенің бәрі талқыласа, өтірік секілді мәселелерді айтты. Франкл жоқ, ол дұрыс емес, мен оған келіспеймін, мен керісінше басқаша нәрсе айтамын деді. Ана дименциональный антологиясын адамның үш қырын көрсетті. Иә, Зигмунд Фройдпен келісеміз. Зигмунд Фройдтың айтуынша адамның психикасы бар, яғни бұл жерде хайуани инстинкттер. Соматика бар, денесі, дене бітімі. Одан бөлек үшінші бағана составляющийсі ол адамның рухани қабаты. Яғни адамның тәні бар, жаны бар, жаны психика. Рух ол бөлек көзге көрмейді, қол ұстамайды, бірақ ол бар деп айтты. Міндетті түрде осыны білуіміз керек. Енді соны ескере отырып, осы үш құрам бар емес пе? Соны ескере отырып, біз адаммен жұмыс жасаймыз. Енді қараңыздар, логотерапия методикасы өте көп. Мен сіздерге негізгілерін айтайын, себебі біздің қазақтың қоғамында қазір көп психотерапиялық бағытта, психологта осындай нәрсемен жұмыс жасап жатыр. Бірақ біз оның нәрсемен жұмыс жасамаймыз. Бірінші кезекте логотерапия каузалды терапия емес. Каузалды деп отқанымыз түсінесіздер ме? Каузал деп отқанымыз ақтару, разоблачение, зерттеп қандай екенін біліп алуымыз керек.
сосын барып жұмыс жасаймыз деп жатыр. Яғни, ал оны қандай методикалар бар? Кез келген методикалар бар. Сурет салдырады, немесе бірдеңе мандалар жасайды деген секілді емес па? Сөйтіп білесіз да. Логотерапия каузалдық терапия емес. Яғни, зерек, мына сіз көрсетейін. Мысалы, қараңыздар, мынау адам дейді да, осының 70% жаман нәрсе. Ішінде невроз, депрессия, травма, барлығы бар, 30% не дейді? 30% бұл жақсылық мәселесі. Бұның ішінде не бар? Адамның өзінің ішіндегі құндылықтар бар, арман мақсаттар бар. Енді қараңыз, психотерапевтке келген адам өзінің қайғысын айтып береді 70%. Психотерапевттердің барлығы да осыған ақыл береді. Осыны емдеумен айналысады, осыны жоқтығымен айналысады. Сол кезде мынау аса ескерілмей қалады. Ескерілмей қалған кезде бұл да 30% жойылып бар емес па? Бұл да бағанағы наншылық сіңіп кетеді. Ал біз логотерапияда мынау 70%-ға көңіл бөлмейміз. Біз керісінше мынау 30%-ға көңіл бөлмейміз. Жақсылықтарына осында. Құндылықтарына. Жоққа шығармаймыз, бұл бар. Игнор жасамаймыз, бұны ескеріп тұрамыз. Бірақ біз мынамен жұмыс жасаймыз, 30%-ны. Мынау 30%-ды біз көбейтіп, құндылығын артырған кезде, соған акцент берген кезде, мынау жақсы көбейіп, 70% азайып кетеді. Яғни біз жаман нәрсені жоқтығымен айналыспаймыз, біз жақсы нәрсені көбейтумен айналысамыз. Мынандай сөз бар ғой, суицидпен қарсы күресу дегенше, біз суицидпен күреспейміз ешқашан. Біз өмір үшін күресеміз. Яғни, енді оны қалай мысал ретінде түсіндіремін. Мысалы, мен жас кезім, кішкентай баламын. Мен әке-шешеммен көшеде шығарып жатырмын. Немесе көшедегі балалардан бара қайып, мен оларға соқа деп, травма көріп өстім. Ол мен жаман жақтарым. Одан бөлек, мен литератураны қатты ұнатамын. Өлең айтамын. Сол енді біз осы менің бағанағы өзімнің акцентпен, құндылықтарыма қатты акцент береміз. Сен немен айналыса аласың, жалпы арман мақсатың бар ма деген кезде, мен Виктор Цой жақта маған концерт қойғым келеді. Адам жиналып, соған қатты арман, гитарамен өлең айтқым келеді деген кезде, сен соны мынау уақыт өте келе өзін түзеледі. Егер сен мынаған көңіл бөлетін болсаң, онда адам өзінен шошып кетеді. Мәсіз адаммен, осындай оңбаған екен, немесе сондай жаман екен ғой деп, өмірдің болашақта деген үзіп тастайды. Ал егер мынаған көңіл бөлетін болсақ, мынаны 70%-ны алып өтеді. Фридрих Ницше деген философ сол айтады: если у человека есть зачем, то он преодолеет любое как дейді. Яғни адам какой-то бағана өмірдің жұлдызы бар болатын болса, арман мақсаты болатын болса, кез келген қиындықты алып өте алады дейді. Енді қиындықты алып өтті ғой. 70% қиындықты алып өтті. Қиындықты алып өткен кезде, жетістікке жетеді ғой, кеткен кезде бұл артына қарайды. Мәселен, қалай сонда мен 70% қиындығымды алып өттім, мен сондай мықты екенмін ғой деп өзінің басын сипап мақтайды. Сол кезде мынау 70% керісінше стимул болды ғой. Проблема емес, керісінше стимул болды. Енді өздеріңіз қаншама жаңағы атақты жұлдыз, поп жұлдыз, киноактер солардың барлығын өткен шақта өміріне қарасаңыз, бәрі кішкентай кезінен ақша жоқ, қайратында жүрген, қаңғырып жүрген, қаншама қиындық көрген, зорлық көрген, бірақ арман мақсаты үшін соны алып өткен. Сол адам арман мақсатына жеткен кезде, мынау мақсат адамға әсер етпейді. Ал егер 70%-ға ойлайды, мынаны жоқ көңіл береді, мынаған қатты көңіл бөлетін болсақ, ол жайына қалып, арман мақсаттарды ұмытып кетеді, болашақтары өмір жоқ, немен айналысу керек деген секілді мәселелер тұрады. Онда болашақта өмір жоқ болатын болса, не қажет тұрады маған қиындыққа шыдап та, ол өзін тастаған ең адамдар өздеріңіз білесіздер қалған ең болады. Көрінген суицидке барады. Сол себепті біз каузальды терапия емесіміз біз үшін зерттеп отырмаймыз. Иә, адамның өткен шағында бір адам бізге келеді. Мен өткен шағында осыны қатты травма алған деген секілді мәселелерді айтып, біз қандай кезде өткен шаққа осыны травмаларға акцент береміз? Қандай кезде? Бірінші кезекте, жаңағы сен қандай кезде өзіңді қатты бақытты сезіндің? Не істегенде сен қандай өзіңді қуанышты сезіну үшін
тағы да қандай адамдармен жүрген кезде сен өзің жақсы сезіндің, қандай кезде сен қатты қуандың деген секілді бұл кезде ғана өткен шаққа ораламыз. И одан бөлек нақты осындай мен өткен шағымда мына адам мені қатты қинаған, сонымен жібере алмай жүрмін дейтін болса, сол кезде ғана сол мәселені шешіп, модуляция ұстану деп айтады, соған деген көзқарас бар емес па, сонымен жұмыс жасаймыз. Оны модуляция ұстану деп айтамыз. Ал жалпы кел отыр, сен барлық 70% проблеманы шешіп береміз, соны жоқ қыламыз деп қамымен әңгімелеспейміз. Сондаймыз. Логотерапияның бір ұтымды жері осы. Яғни бұлар 70%, аған 70-ке жеткен кезде бар емес па? Керісінше мақтаныш, мен осындай қиындықты жеңіп деген секілді өзіне барлық. Түсіндіңіздер ма? Вызов. Екіншісі, каузальная терапия түсінікке болайын. Екіншісі, логотерапия, катарсис терапиямыз. Катарсис терапиясы тазарту. Тазарту. Яғни осының 2017-18 жылдары сіздер Инстаграм пайда болған кезде неше түрлі блогерлер шықты. Түп сананы тазарту деген сөз. Түп сананы тазалау. Иә, түп сананы тазалау деп шықты. Айтқан сондай ғой. Түп сананы тазарту деген сөз. Сосын тұрақта қара энергияны алып тастау, жаман ойларын алып тастау деген секілді. Сосын да уақыт сөзін деп айтқан. Бірақ логотерапия бұны қолданбайды. Оны қолданбайды. Жалпы адамның түп санасынан оның информацияны өшіріп тастай береміз. Сол керек қиын сәттер, сәтсіздіктер ол жерде тұру керек. Не үшін деген кезде ол өткен шақтарын ғибрат алады да шешім қабылдайды да болашаққа қарай, енді мына жерге бармыз ғой. Мысалы, сіз бір адаммен жүргеніңізде не істеп қалдыңыз, оны оқып жеп қалдыңыз да, енді оны өшіріп тастайтын болса, мына қиын сәтті алып тастағым келеді. Оны ертесін қайтасыз, соған барасыз, алданып қаласыз, оқып жүрмейсіз да. Сол сөйтті ескерткіш. Яғни оны нәрсеге жүруге болмайды деген секілді. Егер біз адамның бағанағы проблемасына қатты акцент беріп, мынаны алып тастау керек бола алмасаң, сен бақытты өмір сүре алмайсың, немесе проблема орындайсың деп айтатын болса, онда біз адамды одан бетер әлсіз етеміз, әлсіз боламыз. Сен қолынан ешкім келмейді деген секілді, сенім жоқ. Енді әлсіз деген әлбетте қолынан ешкім келе алмайды. Керісінше, бұдан кейін тұрақта психологтармен, немесе психотерапевттермен қалай айтсам болады, игрушек смотрим, яғни ақша беріш. Біздің психологияда, логотерапияда мынандай анекдот бар. Баяғыда екі адам қайтыс болып білім жатыр екен. Біреуі қойшы, мал бағады. Екінші психоанализ. Сол бағанағы қойшы өзінің бала шағасына кешетін айтып, сосын бір осындай 1000 қойым бар, 1000 жылқы бар. Соны үлесіп бір баяғы бөліп береді да, енді осылаймен өмір бойы сендер бақытты өмір сүресіңдер, ақшадан қысылмайсыңдар. Осы сендердің баға деп айтады ғой. Енді психоанализ адам өліп жатқан кезде өзінің бағасына, өзінің клиенттерін беріп отыр екен, менің клиенттерім сені асырайды деген секілді. Яғни көрдіңіз ғой, клиенттің күшік ұстап алады да ақшасын сұрап отырады. Сен әлі терапиядан өткен жоқсың, сен терапияның елін басылайын деп жатыр деген секілді. Ал онда реалды нәрсе бар, мен өте сұрақтан жүрдім. Бізге бір қыз келген, жасы 26 жас. 26 жасар қыз. Психоанализге қанша жыл барып келіп отырсыз? Примерно айтып көріңіздерші. Жоқ. 11 жыл бар ғой. Аптасына 2 реттен тоқтамайды. Біреу 7 жыл барған, біреу 4 жыл барған. Енді қараңыздар, кез келген адам осы жерде ешкім ақымақ емес. Сіз ақшаңызды аласыз да, психоанализ немесе психологқа барасыз да, мен проблеманы шешіп бер деп айтасыз, иә? Енді проблеманы шешілмей жатса, өзі түсініксіз болып жатса, сіз оған айтасыз. Бетін айтпасаңыз да, болды, рахмет, мен бәрі нормально деп айтасыз да, бірақ былай шыққаннан кейін что-то көмектеспеді деп айтасыз да. Енді ана қыз машина барған кезде, болды, сіз маған көмектесіңіз, мен терапияны үземін деген кезде, керісінше қорқытып адамды. Сен қазір өте қиын жағдайда тұрсың. Сен әлі қазір терапияны бастаған жоқ, біз әлі сені зерттеп жатырмыз деп. Арада уақыт уже 200 жыл өтіп кеткен да, әлі ақшасын беріп отыр. Қорқытып клиенттерді ұстап отыр. Бұл өте опасный нәрсе. Бұл яғни гуманизм емес, бұл манипуляция. Манипуляцияның түбі қайда апарады? Неге апарады? Терроризмге апарады. Геноцид. Адамды жоқ болып пайдаланып. Көрдіңіздер ме? Гуманизм жоқ па? Ол да адамды хайуан ретінде пайдаланып. Осыны ескеру керек. Ал бізде бұл нәрсені қатты неге алады, бір жоғын алады. Сендер адамдарды жұмыс жасаған кезде барынша бір консультациямен
лаж болса, бір консультациямен бәрі проблемасын шешуге тырысың деп ойлайды. Созбаң деп ойлайды. Яғни сен кейін 5 терапия алу керексің, 10 терапия алу керексің деген нәрсеңіз. Сен егер адамды қабылдап, сол жерде бір консультациямен проблеманы шештің бе, ол ары қарай емдейсің, оны алып шақыру. Не бар бұнда? Ал мен действительно консультацияға келетін адамдардың бары, сол көбісі 95% сол бір консультациядан проблемасын шешеді. Маған келеді, мен білмеймін, сіздің проблеманы шеше алмайтын шығарсыз. Бірақ сонда да көрейік деген секілді. Неше түрлі нәрсесін бәрі айтып, күйеуімен болған, ата-енесімен болған, бала шағасымен болған, өзін жоғалтып алған, мен жындымын ба, соны маған ұсыныс айтып беріңізші деген секілді сұрақтармен келеді. Мынандай проблема. Бір сағатта жеке проблемасы шешіліп, жеңілденіп қалады, ез болып кетеді. Болды. Оған керек емес. Түсінікті ғой, мына сұрақтарыңыз бар ма? Пока жоқ па? Пока жоқ па? Келесі. Адам бойындағы невроз түрлері, міндетті түрде. Енді осы жерде бізде тез важный совет сұрып жіберемін ғой. Түсінікті болып жатыр ма? Тез сұрып жіберемін. Енді қараңыздар. Жаңа айтқан адам үш түрлі қолынан тұрады. Енді бір адам маған келді. Кейс айтып берейін. 34 жасар келіншек маған келді. Онлайн консультация. Оған үлгі арқылы келіп отыр маған. Ұрғышысы арқылы. Ұрғышысы маған рекомендовать келді. 30 кісіге сөйлесіп проблема шешіп береді. Енді ол айтып отыр, менде бәрі жақсы. 4 балам бар. Күйеуім астыма машина алып берген. Күйеуім ішіне чекпейді. Бәрі жақсы. Жұмыс жасайды. Маған да келіп болсам, бағанағы орталық ашып берген, балаларды оқытатын, сонда жасап берген. Ата-енемізден бөлек шықтық. Менде ешқандай не жоқ дейді. Проблема жоқ дейді. Бірақ почему-то түсініксіз, мен өмір сүргім келмейді дейді. Маған ештеңе қызық емес. Осы уақытқа дейін мені қызықтырып тұратын нәрсенің бәрі қызықсыз болып қалды. Не істеймін ол нәрсені? Осы түсініксіз мен. Енді тұрақта бәрі айтады дейді да, маған шүкір деңгейсің ба осыған. Құдай саған беріп жатыр ғой деп айтады дейді да. Бірақ мен айттым, бірақ по-любому вообще бұл не мәні бар осының бәрі деп айтайын жатыр да. Бәріміз өлеміз ғой, бәріміз аяқ кетеді, одан тұрған не мәні бар деп айтады да. Яғни адам неврозға түсті. Енді қараңыздар. Мен Франктың өзі 5 невроз түрін айтқан, мен сіздерге 3 невроз айттым. Эндоген невроз. Эндоген невроз. Сосын так. Эндоген. Ятрогенный невроз. Бірінші курста жазылған екен. Эндоген, ятрогенный невроз. Үшіншісі новогенный невроз. Енді қалай ойлайсыздар? Жаңағы адамға не айтуға болады? Онда бәрі бар, ешқандай қиындық жоқ. Айтып. Менің ойымша, ол адамда жаңағы өмірдің мәні жоқ. Яғни ол өмірін қызықты ететін бір амалдылықтар. Барлық адамасы бар еді. Мәні жоқ өмірдің мәні, түсінікті. Енді, бірақ сіз айтқанша мен тұрғысында ойлардым. Философия жағына келдім. Өмірдегі керемет қойы соған шүкір демейсің ба, анық бармайсың деген ештеңке қызық маған айтып көрмеші мен бәрі айтып мен уже құлағым толып қалды мен сөз сөйлеймін ештеңке қызық мектепке аралап келдім мен астында машина бар бәрі бар маған керек емес ол бірақ мен өмір сүрмей отырамын құрбысқа жылай беремін дейді баланы қарап отырып анағы елжіреп көзінен су жас парлап аға береді дейді не айтуға болады көрдіңіздер осы жерде мистер Франк айтып жатыр адамды үш қырынан қарастырамыз өтіп қоя енді терапияны жасаған кезде біз үш түрлі жағынан қарастыруымыз керек. Яғни мынау невроз қай тараптан шығып жатыр? Жаңағы рухани қабаттан шығып жатыр ма? Жоқ психикадан шығып жатыр ма? Жоқ соматикадан шығып жатыр ма? Соны қарастыруымыз керек. Яғни барлық өмір сүргім келмейді деп нигилистік әңгіме айтып тұрған адамға біз міндетті түрде философияны ешқашан айтпаймыз. Міндетті түрде мен анализ керек. Яғни медицинский. Ол, скорее всего, эндогенный невроз болуы мүмкін. Эндоген деп отқанымыз эндокринология, витаминная железа, надпочечник, витаминдер жетіспеген кезде адам құлап.
Енді ана әйелмен анасы 20 минут сөйлесіп сосын тұрдық та одан сұрақ қойдым, сізде осы уақытқа дейін компьютер медицинский проблемалар болды деп алып келдіңіз десем, жоқ алған жоқпын. Китайға бәрі нормально десем, енді былтырлар тексерілген кезде сенде зоб бар деп айтқан дейді, бірақ екінші тексерілгенде жоқ деп шықты. Қайсыда тексерілген десем, бір ауылдың бір жері ғой. Енді оңыз болмайды, өзі Шымкент облысында тұрады. Шымкент қаласына барып, дұрысқа тексеріңіз. Қаныңызды тексерген кезде магний міндетті түрде, калий, кальций, ДТ витамин міндетті түрде. Соның барлығын дұрыстап қаныңызды тексердіңіз. Сізде, скорее всего, бағанағы ДТ витамин сізде жоқ төмен түсіп кеткен деп айтамын. Сол тұрда орай маған қатысып сұрамайды ғой, бәрі былай шыққаннан кейін подушкасына тоқтауым, сен маған не айтып ана ақшаны алып алды, қаяқтары жоқ па, эмбергенді көмелерді айтып отыр, витаминдерді айтып отыр дейді ғой. Енді айтқан барып тексерілгесі бар, тексеріліңіз. Сөйтіп қанымыз бәрі анализге жіберген, анализге жіберсе, ДТ витамин емес 3-ке түсіп кеткен. Ал ол норма идеальный вариант 120 болып жүрді. Білесе? 120 болу керек, ал ол 3-ке түсіп кеткен. ДТ витамин түсіп кетті ма, бұл бала неврозда шыға бастайды адамның бойында. Өмірге құлшыныс жоқ, ұйықтай бергісі керек, мал бас. Мен өзім жынды болдым ба, мен өткен шақта қызықтырып тұрған нәрселердің бәрі қызық емес. Енді санасымен түсініп тұр, ол өте маңызды нәрсе екен, бірақ оны істемейді. Халықаралық деңгейде қолы жоқ. ДТ витамин тексерген 3-ке түсіп кеткен. Сөйтіп ана тұрыпты миллион екі бірдеңкелердің микрофон маған жазып бергеннен тұрарда саған көтерген шешемін. Көтерген есім қиған болды. Алғашысында қайдан звондаған. Рахмет, сен адамды сатқан екен. Қойыңыз ғой, міндетті түрде мен анамызды міндетті түрде тексеруіміз керек. Егер адам сондай эндокринологиялық проблемасы болады болса, біз оған ешқашан философия айтпаймыз. Өмір деген жарқын ғой, өмір деген керемет қой, өмір түшіп етпейсің, ол бесполезно. Біз адамды жоғалтып аламыз. Ол психологтан, авторитеттен қорыққаннан, деп айтуы мүмкін. Деседі, қатты сенгеннен мәссаған мен дұрысында оңбаған адам осыған шүкір ете отырмын деп өзін қайтадан кінәлап, өзін арғай қайтадан басып тастауы мүмкін, тастап жіберуі мүмкін. Бұл өте апасыз нәрсе. Сондықтан осы нәрсені міндетті түрде ескеруіміз керек. Мынаны біз тексеруге жібереміз. Маған керектілер бар емес пе? Керекті міндетті түрде жіберемін. Сен ашық түрде зерттеймін, тексеремін, бәрін тексеремін. Өткенде тағы бір келіншек келді. Ата-ененің екеуінің проблема болып біреу шықты. Осындай осындай өзінің шаршап кеткенді қауқарында тексердіңіз, ойыңды бәрін арнайын деп айтыр. Әкеліп жібер десем, бұл жерде қайдар барған кейін гемоглобин солар бәрін тексеріп қойғанда, ал ДТ витамин, магний солар бәрін тексермеген, подпочечник тексермеген. Сондықтан мен өзім эндокринологыма жібердім, ол тұрды тауып қажетті подпочечник бар, сол жерде проблема бар екен. Содан кейін ана витаминді дұрыс қабылдамай, сосын ағай өзі кесіп кетті. Көрдіңіз ғой? Егер адамда эндокринология проблемасы нормально болып болса, ешқандай витаминдер бәрі идеальный болып болса, сол кезде ғана біз философияға айтамыз. Өмір сүріп қалай сүру керек, өмірді қалай табу керек, предназначение деген секілді, оны қазір айтамыз. Екіншісі, ятрогенный невроз. Ятрогенный невроз. Ол яғни бір адам келеді, өзінің санасына келесін жүріп тұрған, мен вообще дұрыс өмір сүрмеген жоқпын. Мен қалай өзімнің жаңағы потенциалымды көтерсем болады, немесе өзінің өнерімді дамытсам болады деген секілді проблемаларын айтып келіп жүрді. Енді міндетті түрде осындай сөз айтқаннан кейін біз оны анализ жасаймыз. Бұл сөзді сен қайдан шығарып алдың? Немесе кімнен естідің? Ол екінші сұрақ. Үшінші сұрақ, жалпы сен қандай кітаптарды оқисың? Қандай ғана авторитеттер тыңдайсың? Біреу дүниядан тыңдауы мүмкін, біреу жаңағы психологтарды тыңдауы мүмкін да, солардың бәрін зерттейміз. Біз соған анализ жасаймыз. Мен осындай адамды тыңдаймын. Осындай әңгімесі күшті деп айтатын болса, соның айтып жүрген әңгімесі емес пе? Соны талқылаймыз. Модуляция ұсыну. Яғни, оны келіспеймін, себебі бұл жерде балаларымды шатастыратын нәрселер бар деген секілді. Яғни, ятрогенный невроз деп жатқанымыз, біреудің бір авторитеттің айтқан сөзінен кішкене невроз пайда болады. Мысалы, қараңыздар. Сіз врачқа тексересіз ба, сізге анализ тапсыр деп айтады. Анализ тапсырып барып, қағазды шығарып алған, результат шығарып алған, айтып терапевтке барасыздар. Терапевт тұрады да, аны оқып отырады. Сол оқып отырған кезде адамның жаны түшіп кетіп жеп отырады. Қорқып.
Ama terapevtin hastalarına karar alıyor. Eğer terapevt önüne söyleyip yerde söylemeye kalıp, nemese söylemeyip yerde söylep kalıp, nece bir korkutlar tanıtıp mesleğe gitmiş olsa, altında oturan adam patsiyentin көңілі түсіп кетеді, қорқыныш болады. Яғни сонымен ятыргеннің невроз деп ойлайды. Түсініңіз бе? Одан бөлек қазір медицинаны дамыған бері неше түрлі блогерлер шықты, олар тұрып та қалай сендер өмірді дұрыс сүріп жүрген жоқсыңдар, өмірді былай сүріп деп айтқан кезде үйде отырған келіншек немесе дамыған кезде өзін іздеп жүрген адам сұрап та өзін тастай жібереді. Сол сұрақта проблема басталып, қаншама отбасы ажырасып әйелдер көбінесе басталады. Мен сенің әскерім жоқ отырмын, дамасыз отырмын, бұл емеспін. Мен дамуым керек, потенциалымды шығаруым керек, мен вообще маған шектеу болмайды деген секілді нәрселермен. Яғни бұның түрінде не тұрген кезде жаңа адамдар қорқып тастаған. Сол әңгімесін тыңдап қорқыған. Бұның ятрогенный невроз деп айтамыз. Бұл ятрогенный неврозда жаңа ауыздан шығып тұрған сөздер бар емес пе? Соған анализ жасаймыз. Қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс. Ол міндетті түрде маңызды. Мысалы, бірақта тұрып та мынандай нәрсе айтуы мүмкін. Дін жағынан әрбір намазсыз басқан қадамың күнә болады деп айтатын болса, тыңдап отырған адам ол шошып кетеді. Невроз. Мәссаған, мен нахармын деген секілді. Көрдіңіз бе? Үшіншісі ноогенный невроз. Ол ноогенный невроз дегеніміз ноого деп аталады. Ол грек тілінде рух деген мағынаны білдіреді. Рух деген мағынаны білдіреді. Ал жаңа енді бағана айттық қой. Рухани эндокринология проблема жоқ. Бірақ сонда ол өмірсіз түскенде. Эндокринология нормальный болып болса, онда мынау скорее всего рухани қабат. Өмірде бәрі тапқан. Сіз айттыңыз жаңа. Бәрі тапқан кезде болатын невроз. Қайқа барамыз? Не істеуім керек? Вообще не үшін оны істеуім керек? Өмірге не үшін келдім? Өлгеннен кейін қайда барамын? Деген секілді сұрақтар емес пе? Базалық, экзистенциялық сұрақтар. Болса адамда неврозға тірейді. Ол неврозға түскен адам неврозы психосоматикасына беріледі. Проявляется психосоматика деп айтады. Ол плазма туады, ұйқысы бұзылады, немесе ұйықтай бергісі келеді, сосын ішімдікке кетеді, ойын-тұманға кетеді, немесе жұмысын ауыстыра бергісі келеді деген секілді, оның да қалғаны. Келесі қазір. Ақындап несін өтеміз? Логотерапияның философиясын өтеміз. Яғни бұл қазір, бұл екі тақырып, ноогенный невроз емес пе? Соған жауап береді. Философия. Кез келген психотерапияның өзінің жағында теория личностінің міндетті түрде болу керек. Екінші кезекте оның философиясы болу керек, базасы. Қандай философияны негізделеміз? Философия өте көп. Біреу адамда хайуан болатын философия бар, адамда атасы бар философия бар, адамда адам болатын философия бар. Образдарымен символический айтқанмен. Енді логотерапия өзінің философиясы адамға синергетика, Ницше, Хайдеггер деген секілді философтардың несіне келіседі, сүйенеді. Енді кез келген адамды өмірге келгеннен кейін, жасы 18 жастан асқаннан кейін оны мазалайтын сұрақтар, предназначение. Ол өмірге келген кезде қызар, сәл-сәл, қызар. Если не интересно, может быть даже не істеуім керек? Құдай мені осы жерге жаратқан кезде мен бірдеңені табуым керек, предназначениемді. И сонымен өмірдің соңымен айналысып кету керек деген секілді ойды қалыптасады. Мен соны табуым керек. Сұрақ. Ал енді ол табатын кезде қандай жолмен іздеймін? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Бірдеңені тапқан кезде оған кім подтверждение жасайды? Осы сенің предназначениең. Осы түсініксіз. Енді бұндай сұрақтың жауап берілмегесін кез келген адам өзінің бағанағы істеп жүрген ақпараттармен жұмысын, немесе қатыгез іс-істерінің саласының барлығын под вопросом қоя береді. Бәлкім бұл емес шығар. Бәлкім бұл емес шығар. Даже өзінің бағанағы сүйікті жігітіне де қоя береді. Бәлкім бұл емес шығар, менің күйеуім. Қоя береді ғой өзіне. Подтверждение үшін бере алмайды. Жоқ. Бағанағы адам психологияда.
Бәлкім бұл емес шығар. Бәлкім басқа нәрсемен айналысу керек шығар. Көп бәріне по вопросам қоя береді. Предназначение. Енді жауап қалай болады? Предназначение дегеніміз. Пред алдын ала, назначение белгілеуі бапталуы сол бір нәрседен, иә? Предназначение. Яғни, оны мынандай мысалмен келтіреміз. Мысалы, бір отбасында 4 бала бар. 4 бала. Бір отбасында бір бала өсіп жатыр дейді, кішкентай бала. Оның әкесі қойшы, қой бағатын, мал шаруашылығы, малмен айналысады. Шешесі медик, уколшылар. Ағасы источник, машина жөндейді, мотор жөндейді, бәрі нәрсе. Әкесі күйші, әнші, домбырашы. Енді бала осы 4 адамның ішінде өмір сүріп жатыр. Енді бұл тарапта бір күні ағасына бір өткізеді, әкесіне өмір сүреді, шешесіне әкесінің қасында жүріп жүреді. Енді бала өсті, 18 жасында, 18 жасында бары кеткеннен кейін примерно өмір сүріп жүрген кезде, допустим, ол бала таксиде отыр, ауылға кетіп бара жатыр. Жарты жолда айдалада машина бұзылып қалады. Машина бұзылып қалды. Енді машина бұзылғаннан кейін, анау шофер машинаны жүріп келмейді. Ал бала соны біліп тұр. Не үшін? Себебі кішкентай кезінде ағасының сыры өтті шығып. Яғни сол баланың сол ситуациядағы предназначениесі машинаны жөндеу. Көрдіңіз ғой? Әр ситуация. Сол ситуацияда предназначениесі сол. Яғни ол алдын ала уже соған дайын тұр уже. Просто предназначение сол жерде реализовать надо. Не реализованный смыслында реализовать етеді. Енді ояқтан шығып кетті да басқа жаққа бір жерге барып, бұл жерде балаға қой сояйын деп жатыр екен, той болып. Қой соятын адам жоқ. Ал бала әкесіне көмектесіп қой союды үйреніп алған. Сол ситуацияда предназначение қой сою. Көрдіңіз бе? Біреу укол сала алмайды. Предназначениесі укол салу. Себебі шешесінен укол салуды үйреніп алған. Енді қараңыз, мен мектеп бітіргеннен кейін университетке түспедім айттым ғой, немен айналыстым? Мен құрылыспен айналыстым. Сантехника, электричество бар, не бар тағы. Нефтгаз жасау бәрін полностью жасап үйреніп алдым да. Дайынмын. Енді 20-шы жылы біз жер азықта үй соғатын болдық. Яғни мен предназначением сантехника жасау, электричество жасау, үй соғу, нефтгаз жасау, обой жасау, менің предназначением. Яғни мен оны алдым алам. И болашақта да менің осындай потенциалымның реализовать етуіне осындай ситуацияларға мен предназначением болдым. Мен жауаптымын сондай ситуацияларға. Сіздер де, қыздар, кішкентай кезіңізден бастап ата-аналарыңыздан неше түрлі нәрсені үйреніп өстіңіздер. Біреу пирог пішіп пісіреді, біреу тамақ пішіп пісіреді деген секілді. Яғни үйде тамақ істеу болғанда предназначением тамақ істеу. Мен құрылыспен айналысып жүрген кезде бір кісіден ауыл жасау деген болдым. Бұдан бөлек мен әкем арасында тамақ жасайтын. Тамақ қалай жасауды білемін. Енді келіншегім жұмыстан босаймай жатыр, болашағым қарны аш. Өмір менің бірден бір нәрсені талап етіп тұр. Балаларға қарны аш, осы сұраққа сен жауап бер, ақбер. Қалай жауап бересің? Әйеліңді қашан келесің деп, тамақ қашан істейсің деп отырасың ба? Жоқ, өзге бағанағы тамақ сен өзің істеп бересің бе деген сұрақ. Әркім, конечно, әркім жауап бере бер, істемеймін. Бұл жұмыс емес деп айтуы мүмкін, айта берсін. Бірақ өмірдің сұрағы объективный, бұл сұрақ қойып тұр. Сен істейсің бе, істемейсің бе? Енді осы сұраққа жауап берген кезде адам өзі потенциалы кім екенін қалыптасады. Адам сұраққа жауап берді. Ол потенциал ашты, кім екені көрінді. Ал бізде қалай көрінесе? Адам біріншіден өзінің кім екенін зерттеп алайын. Сосын барып өмір сүремін дейді ғой. Жоқ, Виктор Франкл айтады, сен өзіңдегі тақым келетін болса, өзіңе келін келетін болса, өзің кім екенін білгің келетін болса, онда өзіңе деген жол, онда әлем арқылы, трансцендентті мир арқылы, трансцендентті әлем. Трансцендентті әлем деп отырмыз, қоршаған орталар сол ситуациялар нәрселер. Яғни сенің кім екенін анықтайтын сен өзің емессің, сен кім екенін анықтайтын әлем. Біз әлемге мұқтажбыз, тағдырдан келетін ситуацияларға. Соған мұқтажбыз. Біз соған жауап беру арқылы біздің кім екеніміз қалыптасады. Яғни мен осындай, ал егер біз өзімізді зерттейміз дейтін болсақ, мен бірінші кім екенімді өзім біліп алайық дейтін болсақ,
Onda adam özünün içine zertеген кезде шошып кетеді. Қалай шошып кетеді? Яғни адам үште қабатта отырады деп қой. Иә, ішінде хайуани да бар, адами да қасиеттері бар да, сайтаны да бар, поэтому періштесі де бар да адамның бойында ше. Мен сен сайтанды көрген кезде деймін. Конечно, шошып кетеді ғой. Яғни ситуация түсті, сен таңдайсың, сайтан жолын таңдайсың ба, жоқ, адам періштенің жолын таңдайсың ба? Вот таңдау үшін нәрсе. Енді әркім өзінің таңдауына жауапты болады, әрдайым әрекет. Енді соның нәтижесіне ешкім бағанағы шағымданбау керек, мендегі сондай болып қалуы керек. Не үшін? Себебі таңдауды өзім жасадым кезінде. Соның нәтижесі сені осындай нәрсеге алып келді. Яғни біз айтады, адам бақытсыздыққа оп-оңай басын тапқы сөз алмайды дейді. Оған адамдар өзі жылдар бойы майда ішінде шешім қабылдау арқылы өзі келеді деп. Бізде айтады ғой, адам ешқашан жамандықты танымайды деп. Ол бірінші кезекте жақсылықтан бас тартады деп. Жақсылықтан бас тартқан кезде оның орнында босап қалады. Сол босағанда жамандық келіп жайғасады. Көрдіңіз ба? Сіз қазір қаншама студенттер шақырдыңыз, лекция болады дедіңіз, келетіндер келіп жақсылықтан біреу отказ берді. Либо біреуге рахмет айту керек жерде рахметін айтпай қойды. Негізі айту керек еді. Рахмет күшті болды деген секілді көңіл білдіріп берген. Немесе біреуге көмектесу керек еді. Ауыл тұртақ көмектесу керек деген секілді мәселелерді жақсылықтан бас тартты. Кез келген шешім өз үшін ешқашан қабылдамайды. Кез келген шешім ол жаңағы бүткіл әлемге таралады. Кез келген шешім. Мен өзім үшін ғана шешім жасадым деген нәрсе жоқ. Сіз өзім үшін жасаған шешім ол міндетті түрде біреуге әсер етеді. Ал түрінде бүкіл әлемге таралады ғой жақсылық шешімі. Түсінікті ғой, предназначение. Яғни мынандай нәрсе ойламаңыздар. Мынандай нәрсе ойламаңыздар. Мен мына өмірге келместен бұрын тіпті пешенемен жазып берді бірдеңені, сен осымен айналысасың деген секілді. Сосын барып өмірге келгеннен кейін енді ол информацияны алып тастап, мен соны іздеп жүргендерді соны тауып алуым керек деген. Жоқ ондай. Тауып алмайсыздар. Көбісі айтады, Құдаймен сөйлесем, ішінен Құдаймен айтады деген секілді. Бірақ адамға ондай функция берілмеген. Өкінішке қарай. Не үшін? Адамның интеллекті шектеулі. Яғни Құдаймен сөйлесу деген функция жоқ адам. Құдай сізді естиді, таңғы айту бойынша. Құдай үнемі естиді, мәңгі естиуші дейді. Бірақ ол мәңгі үнсіз деп айтады. Саған қиындатпайды ешқашан. Бізде адамдардың көбісі не дейді? Құдаймен сөйлесем, Құдай маған айтты деген секілді нәрсе. Сен Құдаймен сөйлеспестен бұрын сен маған қойыңда қатынмен сөйлесіп. Рас қой, отбасы мәселелерінде проблема осы ғой. Иә? Ол Құдайдың тілінде сөйлеп тұрған жоқ, таза қазақ тілінде сөйлеп тұрды. Бірақ екеуі түсінісе алмайды бірінші. Сен Құдайдың деңгейін емес, әйелдің деңгейін түсінсіңдерші. Құдаймен сөйлесуге оған біздің интеллектің жетпейді ғой. Жетпейді. Ол тек бағанағы ешбірінің пайғамбарларға берілген нәрсе. Пайғамбарлардың. Біз де пайғамбарлар емеспіз, сондай нәрсе. Априори нәрсе. Түсінікті ғой, предназначение. Енді өмірде мән табу жолы. Франкл айтады, өмірдегі адам өмірде мән тапқан кезде невроздардың көбісі осы нәрседен пайда болады деп айтады. Жаңағы немен айналысу керек деген мәселе бар емес па? Соны білмеген кезде ол тұрақта бәрін тастай салып, бәрін ішек қайып, көтереген өтілген. И артынша істеп жатқан нәрсесінің барлығына не үшін бұл істеуім керек, бұл емес шығар деген секілді салған. Сөйтіп өмірдің мәнін қалай табамыз? Ең қызық жеріне келді. Иә, өмірдің мәнін қалай табамыз? Не ол өмірдің мәні деген? Қазір өмірдің мәні туралы сізге сұрақ қойды, әркім бірнеше іштей жауап іздеп отырсын, иә? Қосылып отырыңыздар кішкене. Енді кім айтады, өмірдің мәні не? Сұрақ сіздерге. Жалпы менің ойымша өмірдің мәні жоқ. Адам оны өзінің алдына қойған мақсаттар арқылы айқындай түседі. Әркімге ол әртүрлі болып кетеді. Демек мән бар. Жекеге алғанда мән бар деп тұрасың. Жалпылама жоқ. Жалпылама жоқ. Жақсы өлтір бар тағы. Тағы да кім айтады? Айтыңыздар. Менің ойымша өмірдің мәні бұл сенің жаратқан Аллаға табу. Аллахқа. Логотрекпен жауап беріп қойдым. Жақсы.
Böyle davranma. Nereye bağlı? 3 yıl oldu, 3-4 yıl oldu. Okumadım, bir de tanısınız. Referandum seviyorum. Ha, bilimde. Sıkışın bilimde ya, bunlardan beri bilim alır ya sıkışın. Hadi, hayır tamam. Öz bile. Al. Adam sıkılmadan nerede bulmak için? Nerede? Al. Onu business gelişe var da pozitif var. Ben çekip olsun. O çekip nasıl da çok. Al. Sizge bana koymay, qanday sizge javob berib aytamiz. Sonra olur mu? Ama siz kalabiliriz. Aha, sen işte. Şimdi bir tane. Ya ben de sıkar çıkarttım. Sen de sıkar. Ana istep turacak. Har situatsiyadan, har voqeadan qanday qo'y, men shu so'rayman. Har situatsiya, asma kezisgan har situatsiya, har o'zi kezde so'rasa, juda bir men shunday qayerda man bo'lganda, tekin o'zim Aha. Ben ойлаймын, өзімнің алдында, ата-анамның алдында және яғни жақындарымның алдында, өзім алдында сосын Алланың алдында таза болсам, өзім үшін. Böyle oynatmadın mı? Çok hadi bırakma. Баяғыдан негізі ойлап жүргенім солай. өте жақсы. Siz yaz bir şey geldi. 20 Cuma ayın sonunda. Yeni su primero 19 Cuma arasında olsun saatte basın atman neyse. Ya bu kesin adam boyunda yani adam böyle bir şey kadar yine kaybolan değil diye bir satır tutuldu. Mümkün değil. Yani bunda sırf boyu adamın sigikasının olmasının dürüst cümlesi jasap durumunun көрсеткіші bu. Al ökünçke adı жаңағы Zygmunt Freud o kesince ayttılar. Ömürдің мәні барма деген сұрақтарға бас қатыратын адам ол бағанағы менің шетел психикалық ауытқуы бар деген секілді нәрсені айтты. Енді ол кез келген адам осы сұраққа қойғаннан кейін ананың информацияны біле алғаннан кейін өзінің кінәлі есін дұрыс па деген секілді. Ал жалпы логотерапия бойынша өмірдің мәні есеп жүргені деген секілді сұрақтар емес қой. Ол міндетті түрде қою керек болады. Бұл нәрсені кімде ғана таниды? Hayvanlardan tanıyız, adamlar, canlılar. O şeyi, onlar instinktlerle mesela. Adamda instinktler de var. Bir adam bilip, ömür sürü davranların meselesinde instinkt vücudu çok iğnenen var. Ama kendisi bir tabi olur. Yani Viktor Frankl aytadi, spesifik logoterapiyanın nesi, adamların yunuşlarından meselesi, olsun, adamların ömüründeki мәнін тауып берген нәрсе. Yani logoterapiya, o da bir psikoterapiyası var. Ya psikoterapiyada yaptığımız kanalda nevrozlar, panikliğe atak eden meselelerimiz bu sola şişir. Seksual nevrozla geçecek meseleler. O da bir non-genizeli nevrozlar çıkar. Yani de Viktor Frankl aytadi. Ömürдің мәнін табудың 3 жолы бар деп айтады. Yani adam 3 жолмен ömürдің мәнін табады деп айтады. Birinci жол. Birinci жол. Әлемнен алу. Мәнін табудың 3 жолы жазылған. Üç yol. Adam ömürden var. Birincisi gerekli var. O hayalden aladı. İkinci yol. O hayalde veremedi. Üçüncüsü pozisyasından aladı. Pozisyasından aladı. Yani hayalden alıyor. Bu sezim tanım olur. Hayalden en aladı. Sezim aladı. Kanday sezim? Ben özümden hayalden sezim aladı. Yani bunu katacak söyleyecek.
Одан бөлек, менің балағым өзінің ұл мен қызынан сезімді аламын. Жақсы көремін. Жан-жануарларды жақсы көремін. Күшікті, мысықты деген секілді нәрсе. Мен тауға шыққанды қатты ұнатамын. Тауға демалғанды. Сезімдер бар. Мен музыка тыңдағанды ұнатамын. Мен шомылғанды ұнатамын жазға. Жалпы мен өзім бағанағы өзім тыныштық жатып ұйықтағанды ұнатамын. Оның барлығы мен әлемнен алып жатырмын. Мен өзім ішінде шығарып жатырмын. Әлемнен алып жатырмын. Маған беріп жатыр сезім. Сол үшін өмір сүремін. Маған ешкім келіп, сен өмірді дұрыс сүріп жүрген жоқсың деп айта алмайды. Мен бала-шағам үшін, бала-шағамнан сезім алып жүрсем, ал жан-жануарлармен өмір сүретін болсам болды. Мысалы, бір кісі еңбекке шықты, бірақ ол огород, бақша бар емес, сонымен жұмыс жасағанды қатты жақсы көреді. Не үшін? Себебі ол азында тұрған кезде сезім құндылығы сразу. Шөптің басына шығып тұрған шық, жап-жасыл желек, гүлдің үстінде жүрген арқалар, мысалы, шыбын-шіркей барлығы, салқын санау жел, күннің шуағы, қара бұлт, жаңбыр деген секілді қатты әсер етеді. Сол үшін өмір сүреді. Болды. Оған саған келіп, сен өмірің дұрыс емес, мән өмір таппадың, ешкім айта алмайды. Міндетті керек болды. Сезім құндылығы болса, яғни біз әлемден аламыз, бізге беретін нәрсе. Енді бұл әлемде беру деген нәрсе бар. Ол енді шығармашылық құндылығы. Бізде шығармашылық деп отырғанымыз санамызда поэма жазу, кино түсіру, музыка шығару, картина түсіре салу деп айтады. Ол да бар. Одан бөлек біздің іс-әрекетімізден беріп жатқан, әлемге беріп жатқан нәрсе. Әлемде отырғанымыз кім дегеніміз қоршаған орта, көшенің тазалығы, әлемнің тазалығы, немесе жанымыздағы достарымыз, туған-туыстарымыз, бауырларымыз. Немесе көше автобуста кетіп бара жатқандағы автобустың ішіндегі жүрген адамдар, сол қоршаған орта. Сіз соларға бірдеңе бересіз. Не бересіз деген кезде, мысалы, көшеге шықтыңыз, көшеде бір апай көшені спорт кетіп қалған, тап-таза болып тұр, көріп кетіп тұр, шоколадын жегенде көшеге таси салған. Сіз әлемде болғанын көріп тұрсыз, сіз қағаздалыңызды мусорға тастадыңыз. Яғни сіз уже іс-әрекетіңізбен әлемге бердіңіз. Имеет смысл, міне смысл, сізге сұрақ көріп тұр, сіз соған бердіңіз. Болды. Іс аяқталды. Енді көшеге кетіп бара жатсыз, бір кішкентай бала анасын жоғалтып алып, анасын жүр екен. Сұрақ келіп тұр сізге. Мына ситуацияда сен не істейсің деп. Енді әдетте кез келген адам баласын шешесімен жолықтыру. Қолына жетектеп алып, соны алып. Яғни сіз әлемге бердіңіз. Осы өмірдің мәні. Одан бөлек, мысалы, дерекке шыққан адам не істейді? Әлбетте, өз аяққа тұрып, қалыптасқан адам, қалыптасқандай жатқан жастарға көмектесу. Баласын бағып беру, ақшалай көмек беру деген сіз мәселе бар ғой. Осы нәрсе. Кез келген өмірлік ситуацияда өзінің потенциалына қарай, жағдайына қарай, сол жерде әрекет жасау. Шағашылық түсініп тұрсыз, өлең шақсаңызда болады. Немесе көшеде кетіп бара жатқан қондырмен жұмақ кетсеңізде, немесе автобусқа кетіп бара жатқан кезде жымиып күліп, сыпайылықпен танысаңыз, адамның жанын елінен мәссаған әлемде жақсы адам бар екен. Өзі де соған қосылайын деп айтады. Арыдай шабыттан келеді. Яғни құндылық әлемде құндылықты тудырады, көбейтеді. Түсінікті, әлемге беру. Өстіп, екінші орыннан адам мән болады. Үшінші кезек позиция құндылығы. Позиция ұстанады. Позиция дегеніміз, яғни көтерғанағы бір тағдырдан оқиға келеді. Сол ситуацияны өзгертуге тырысады, өзгерте алмаса, онда өзі өзгереді. Соған деген көзқарасты өзгерту керек. Мейлі болды деген секілді, жарайды деген секілді. Егер осы позицияға түсмайтын болса, онда ол екеуінің ортасында отырады. Екі шешімнің ортасында. Не ары емес, не бері емес. Ол міндетті бір шешімге келу керек. Анау жалпы Виктор Франкл қазылайда жатқан немістерді сол жерде кішкентай бала болған. Сол тұрақта ол кішкентай бала неше түрлі азығын көрген, көріп өскен, бірақ тірі шыққан енді соғыс кеткеннен кейін. Есейіп, сол тұрақта кейін кездесіп қалды. Соны сұрақ қойып, жалпы сен өзің қалай болды өзің жағдай деген кезде сұрайды. Мен батыр соған қатты өшіккен болатынмын. Осы канцеляриядан шығатын болса, мен бүткіл әлемде жайылайын деп айтқан. Осы азғындықты адамдарды қалай қиянат жасағаны бар, тез қорғағаны, өртеген, дәрі болғаны бәрі айтып деп айтқан. Шықтым,
Radyoga gelip çıktım, gazete jurnalda жаздым, телевидениеда жаздым, кітапта жазып жүрдім. Бірақ мен ешкім тыңдағысы келмейді. Sonra не түсінген кезде, оказывается, сен сол ситуацияда өзің өзгеріп еткенсің ма, соны өзгертіп болмасың. Bir bana reklamlı işi, reklama жасаумен айналысып, бар плакаттар бар, сонымен айналысатын бір жігіт. Сол лестницамен тұрған кезде сол плакатты денесін майып қылып, и ол паралич қозғалмаған. Бірақ ол сол ситуацияда больницада жатқан кезде өмірін мәнді өткізуге тырысады. Айталық та бар, кімде баян тұрады, не істеуге болады оған өмірін мәнді табу үшін. Кішкентай кезінде қызық болған нәрсе. Қозғалмайды. Енді көрдіңіз ғой, мына үшеуін қолданады кез келген адам. Әлемнен алу. Ол жаңағы кішкене бар қозғалатын өздері. Ол тұрғанда жаңағы айтып кетіп жүріп қасындағы бір адамға, вообще қозғалмайтын адамға аузына су құйып беру. Баптап, соны чайын беріп, тамағын істеп беріп жүрді. Бірақ ол уақыт өте келе, бана дерті шалып, дерт астында ол да қозғалмайды. Тек қол аяғы басын істеп тұрып, денеде күні жүремді, төсі тартып. Енді не істеген кезде бана сезім құн болу. Сезім құн болғандай. Кітап оқу. Кітап оқу, музыка тыңдау деген секілді. Көрдіңіз, ментал ашады. Енді уақыт өте келе, ондай аяғын қалады. Не істеген кезде позиция құн болады. Яғни бұл мен осы нәрсені қабылдадым. Сондықтан мен даже жақын арада болған жан тапсырдым да мүмкін. Сондықтан бұған түндің сағат 3-те оянып, ұйқы соқты өтіп қалып. Сосын отырады да айтады, осындай осындай врач айтады, сен мен түсініп тұрмын, сен мен жағдайын қатты ойлап тұрсың, жағдайын ашып тұр. Сондықтан сен жассың әлі өзің келіп тұрған жағдай. Бірақ мен үшін түн 3-те оянып, ұйқы соның қажеттіміздің бәрі білемін. Сондықтан келе қойдыңыз. Көрдіңіз ғой, позиция ұстанып тұрып, мен қабылдап тұрмын, одан бөлек бағаны шешіп қабылдап, шығармашылықтың ана жағдайын сөйтіп бұл бағанағы рекламный шетте жұмыс жасайтын адам, өзінің адам жалпы қандай болу керек деген секілді рекламасын көрсетіп кетті. Көрдіңіз бе? Яғни кез келген ситуацияға мән тапсыз. Позиция құндылығы. Енді қараңыз. Кейбір адамдар айтады, бірінші әлемнен алу. Сен жас кезінде әкешен тамақ берді, шоколад берді, ойнап тұрып күлдірді, анау істеді, мынау істеді. Енді сен есейгеннен кейін тек әлемді беру керексің. Ал мына әлемнің алды дегенсін алып тастайды. Жоқ. Мына үшеуі бармыз, бірге сұрамыз. Өмірдің соңында көзімізді жұмып қанша. Міндетті түрде. Яғни әлем барлық әлбетте біреуге көмектесуге, талпыну үшін, елену үшін, адамдар үшін өмір сүре бересің. Бірақ ол смысл. Бірақ демалу да арасында смысл. Шаршап қалған адам, болдырып қалған адам сен қалай жұмысқа талап етесің, сен физикалық болған демалыс керек. Яғни біз жауапкершілік арқалып шаршаған адамға біз демалыс жариялаймыз. Ал демалып шаршаған адамға біз жауапкершілік арқаламыз. Маған үшін біз салымыз жүрміз. Енді бізде айтады көпшілер, көп адамның бойынша, жалпы мен өзім көп адам жоқ, өзім ойым сондай болған. Өмірде келген кезде бір мәнді ұстап аламыз, өмірдің соңымен кетем деген секілді ойлап жүрген. Соны тапсам болып деген секілді. Ондай нәрсе жоқ. Сіз өмірлік ситуацияларда мәнмен өмір сүресіз. Ал сіздің қандай болуыңыз, бұл әлем шешеді, болашақта қандай болатыныңыз. Бірақ біз алға жылжи беруіміз керек. Болашақ болуым ғой, түсініксіз. Бұл мынандай нәрсе ғой, таудың басына шығып жатқан кезде скалалар бұлттың арасында кіріп келеді. Болашақ қайықта екенін түсініксіз ғой, көрмейді. Бірақ отырып тақта кетіп тұрмайды, керісінше бағана бұлттың арасында жүре береді. Сөйтіп тұрақта ол бағана бекішін сол кезде бағана бұлттың өткен кезде көрінеді. Адам да өмірлік ситуацияларды, проблемаларды шешіп, неше түрлі ситуациялардан шығып келе жатқан кезде өзі білмені болып қалады, білмені болып үшін бірдеңе көреді. Оны кем отыр да? Сондай болып қалады, сөйтіп қалыптасады. Мысалы мен стройкамен айналысып жүрдім да,
адамдармен араласуға başladığında почему-то психология кетіп қалдым. Яғни психология келімі өмірдің сабақтары кәдімгі сабақ болып әсер етті да. Сіздер де қазір сабақ оқып отырсыздар, түсініксіз болашақ психолог болсыңдар, кім болсыңдар, ол негізі да. Бірақ болашақ болуға сабақтарыңызды дұрыстап, нақты осы нәрсені дұрыстап оқитын болсаңыздар, онда, конечно, вы к чему-то пригодитесь. Мысалы, арт-терапия деген бар, мысалы, балалар логопед деген нәрсе бар. Соның бәрін мұқият оқып шықсаңыздар, сіздерге, мысалы, допустим, 35 психотерапиялық бағыттардың ішінде сіз бесеуіңіз нақты оқып шықтыңыз, біліміңіз бар да. Енді диплом алып шыққаннан кейін сіз сол маманнан кейін кетуіңізге болады 5. Егер 35-ті нақты оқып шығатын болсаңыздар, онда сізде варианттарыңыз көбірек болады. Любой таңдап жүре бересіз. Енді қыздар бұл көбінесе, құдай біледі, сіздер қай ауылға немесе қай қалаға барып тұрмысқа шығасыздар. Енді бір жерде мектеп психологы керек болуы мүмкін, бір жерде бала психологы, логопед керек болуы мүмкін да, түсініксіз. Бірақ сіздер барынша оқып шығатын болсаңыздар, сол сіздердің күнерген қалыптастырады. Смысл жизни деген нәрсе бар. Смысл жизни, яғни жалпы әлем не үшін жаратылды деген сұрақтар бар емес па? Оны біз біле алмаймыз. Интеллект жоқ, түсініксіз ол. Ол нәрсемен тек дін айналсын, сенім. Ал енді сол адам примерно бір дінге, сенімге кіріп отыру керек. Ал исламда, қазақтардың дәстүрінде ислам діні бар. Арбалай, адам өмір сүрген жерде өзінің көкейіндегі құндылықтар бар емес па? Соған айын кері ұстап өмір сүретін болады. Мысалы, мен ішінде құндылықтар не деген кезде, көбінесе менің қараған бала-шағам, әйелім, ата-анам, отаным, көшеде тұрып жатқан мамандығым, одан бөлек гитара, домбыра тартамын, тамақ істей аламын, достарым бар, лекция оқып аламын деген секілді мәселе, психология, сантехника, электричество деген мәселе бар, құндылықтар. Тамақ істегім келеді деген, тауға шыққым келеді, осындай құндылықтарға бай болған кезде мен өміршең боламын. Ал кімнің құндылықтары аз, әлбетте соответственно құндылықты сұрақ қояды. Не үшін өмір сүремін деген секілді. Мысалы, салт дәстүріміз бар, дініміз бар, көкемізде Құдай бар деген секілді. Осы адам өзіне шектеу қойып отыр, құндылықтарды көбейткен. Керісінше біз құндылықтарды көбейтуіміз керек. Ограничение жоқ, бәрін көбейтуіміз керек. Сонда бағана 70% невроз, депрессия көбейткен сайын 70%-іміз азаяды да 30% көбейеді, иә? Иә. Анау менің мысал, жаңағы жақсылықтың мысалы емес па? Анау вообще емес па? Ананы қазір кез келгеніміз айтуға болады. Мысалы, мен өз басымда текеш көрдім, менде қиындық көрдім. Кез келген адам болады, бәрінде бар. Бірақ почему-то сіз мен психологиялық лекция оқып жүргенде қатты қуандым. Осы қуаныш сәтінде бала-шағамды көрмегенде сүйген кезде мен өткен шақтағы құрамым почему-то маған әсер етті. Керісінше мен бір жағынан қойып тұрады. Мәселен, сондай қиындықтан мен жүзіп көрдім ба деген секілді өзім мақтанып тамақтан кім көтерді. Сондай нәрсе. Сұрақтарыңыз бар ма? Адам ятрогенді неврозға ұшыраған кезде, яғни невроз под влиянием кого-то, осыдан қалай шығады ятрогенді невроздан? Жаңағы адам айтты ғой, неврозды ұялып келген адам емес па? Соның теориясы ғой, философиясы. Соны талқылау керек. Насколько это правда? Қазір бізде неше түрлі бағана Марафондар көп қой, қазір діни адамдар да көп. Мысалы, жаңағы уақыт шықты да, осындай бірдеңені айтты, регрессиялау деген секілді. Адам қорқып қалды, кез келген бар, шынында не болып кетті деген секілді жоғалтып алған секілді. Енді осы ятрогенді невроз тудырды. Енді сіз Google ашасыз да, Википедиядан қарайсыз. Регрессиялау что это такое деген секілді. Сосын барып YouTube қарайсыз, сол жерде бәрі санасында түсіндіріп береді. Соның бәрі талдау арқылы клиент алып шығады невроздан. Мысалы, мен неврозға ұшырасам, осы қай невроз екенін өзім үйде анықтап, оның шешімін таба аламын ба? Конечно. Айттық. Осы нәрселерді қарап отырсыздар, мына мәселелер шығып жатыр. Маған келетін көп кемшіліктер әсіресе осы мәселеден келеді. Ятрогенді неврозды. Ятрогенді невроз көп қой, бәрімізде. Өйткені информация көп қой. Ерке, ер адам, қыз деп қарамайды. Иә, қоймайды. Басын әйелдер кішкене дамуға бейім ғой.
сосын Отан адамы, даму, ақша, бизнес деген сияқты соған біз көп кетеміз да. Содан әркімді тыңдап, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін келтіре алмай қалатынымыз ғой. келтірген. Сол үшін сол тыңдап жүрген адамымызды айтып жүрген бәрін зерттеп талдау арқылы шыға аламыз, иә? Иә. Сөз шығасыздар. Тағы қандай сұрақ? бұл жазғаныңыз өмірдің мәнін табу жолдары. Мен мысалға қарадым да, бұл дайын группа сияқты мысалға әлемнен алу деп айтыңыз, бұл сезім, кітап оқу, бұл былай қарасам, маған первый очередь бір таңдау сияқты мысалға сайтыңызға үш өмір, и ол бір іздеп табу ауысымайды. Бұл жерде қиын жерде жоқ қой. Сен осыны істеу мысалы маған тауық ұнайды. Саған тауық ұнауы да. Разница жоқ. Сен обязательно маған тауық ашып түсінбеген нәрсе емес. Мысалы кімге не ұнайды? Мысалы біреу кектер баққан ұнайды. Мысалы біз оған барып айта алмаймыз. Сен өміріңнен дұрыс емес қой деген сен. Егер уақыт болса, пожалуйста, өте керемет. Кетіп соны ұстап тұрғанмын. Сен өзіңнің көрген какой-то құндылықтар бар шығар. Оған мен таңдап беріп отырмын. Жалпы саған былай айтады, адамдар зерттей келе, оказывается, осындай бағаға үш түрлі жол табады деген айтасыз. Осы үшін өмір сүріп көрген. Сәл ойланып алған. Жалпы экзистенциялық вакуум деген термин бар. Экзистенциялық вакуум деп отырғанымыз, экзистенция деп отырғанымыз руханият. Вакуум өзі бос орын. Енді жаңағы біз адам айтып қой, жамандық жасырыпты отказ беріп дедік. Сол кезде бағанағы смысловой нәрсені отказ берген кезде, оның орнында бос отырды. Енді сұрақ туындайды, немен түсіну керек деген себеп, экзистенциялық вакуум. Осы құртқа кіреді. Оны экзистенциялық вакуум деп жатқанымыз не үшін айтып жатыр? Яғни бұл эндогенді проблема емес, ол экзогенді проблема емес, бұл жалпы бағанағы психический проблема емес, ол рухани халаттан шығып жатқан проблема деп экзистенциялық вакуумды ат беріп отыр. Яғни бұл нехватка смысла, адам именно разум деген смысл тапқан кезде бұл тарапта вакуумға түседі осының нәрсе. Франклин айтады, адам өмірсіз өмірде мәнісіз бір секунд өтіп шығады дейді. Ол міндетті түрде мәнісіз дейді. Осы жақтан шыққаннан кейін қай қылған деген түсініксіз. Біреуде уже задача қысып тұрып, қандай хабар көріп деген секілді. Біреу мысалы шөлдеп тұру мүмкін, су ішіп жүргенде қарын ашып тұру мүмкін. Смысл ол қарамайсың ана мәселе. Мысалы мен қазір қарным ашып тұратын болса, мен үшін смысл тамақ ішу. Шөлдеп тұрсам, смысл мен үшін шөлдеп су ішу. Немесе басқа бір шаруа деген айырмашылық. Қандай задача шыққанды қалай күтіп тұр? Біреу ұйықтап тұр, ұйықтап алу смысл. Мына вакуум деген кеуде ғой. Жақсылықтар бастардық. Сонда бір жеріміз оның орны босқа қостай қарамыз ғой. Қуыс кеуде, соның орны жақсылықтар болмаған соң, әйтеуір қандай да жамандық тұрып алады ғой, иә? Енді қараңыздар, мынандай смыслдың приоритеттері бар. Сіздерге мынандай мысал келтіремін. Бір жігіт көшеде кетіп бара жатыр. Алмайлықта бір үлкен қарт әже екі дорбасын базардан алып келіп жатыр, өте ауыр. Сол жердегі жігітке смысл қандай смысл? Не істеу керек? Көмектесу керек, яғни ол тұрақта көмектесіп жібереді, барақта көмектесіп үйіне апарып жібереді. Көмектесіп жіберген кезде апа атасындай рахмет керемет жігіт екенсің деп айтады. Яғни адам уже бір қырында уже қалыптасты. Ол өзінің нәпсісінің әлсіздігін жеңді, сабырлық төзімділігін дамытты да үйіне апарды, уже бір қалыптасты, дұрыс болды. Енді келесі кезек. Сол апамыз екі дорбаны көтеріп кетіп бара жатыр, оған сөйтіп көмек керек. Ал бірақ жаңағы жігіт бар емес пе? Ол жай кетіп бара жатқан жоқ, ол автобус айдап бара жатыр, маршруттың ішінде 20 адам бар. Кемпірге көмек керек. Жігіт не істейді сол жерде? Отырғызып алады. Автобус отырғызып. Ол екі жаққа кетіп бара жатыр жалпы. Кетіп қалған ғой? Кетіп қалған? Көмекті сөйлей аласың ба? Жұмыс уақытында 20 адам үшін 20 адам. Дұрыс. Көрдіңіз ғой, приоритет смысл қайсысы? Яғни сол ситуацияда важен смысл момента дейді. Сол ситуацияда моменттегі смысл маңызды. Сол ситуацияда бұл жігіт 20 адамның алдында жауапкершілік артылып кетіп бара жатыр. Яғни 20 адам кемпір жинақырып деп айта алмайды. Ал кемпір не істейді сонда? Өзі ала ма деген секілді. Басы барады өзі. Немесе қасында жүргенде көмектеседі деген секілді. Өзінің шаруасы.
болмаса әйтеуір бүйтіп алдағы дайындап шығу керек те көп ұзақ алмау керек та сондай потенциал. Тағы бір мысал. Кемпір кетіп бара жатыр, оған көмек керек. Жігіт автобус айдап бара жатыр. 20 адамды алып. Бірақ көпірден өтіп бара жатқан кезде бір жігіт көпірден құлайын деп суицид жасайын деп жатыр. Сол жердегі не істейді жігіт? Автобус жүргізуші. Анау 20 адамның жауапкершілігі артылды ма? Кімге қандай жауап бар? Қандай жауап бар? Өшірер. Жаңағы жігіт бар емес пе? Автобус айдап бара жатыр, 20 адам бар ішінде. Кемпір екі дорбасымен кетіп бара жатыр. Оған көмек керек. Одан бері көпірде бір жігіт суицид жасайын деп судан секірейін деп жатыр. Яғни автобус водитель екеуіне көмектесіп келіп тұр ма? Түсініңізсіз ол не істейді бұл жігіт? Ну, представляете, сколько слишком чистый автобус, что он бывает. Егер бір акция қолданылсын, біріншіден адам құтқарылған, екіншіден әйел қайда бара жатыр, қарамақшы бара жатыр ма, или сол бетпен бара жатыр ма? Ана водитель. Ол машинасына керек бар. Машинасына жақын бара жатса, онда ана жақта жаңағы приоритетте кетеді, әже басқа жақта, біз басқа жақта, бұл жақта сағына ана құтқару үшін аяқтарымыз сол азамат қаламыз. Полиция келген шақырып өтіп ме? Адамның өлімі приоритет не болып тұрған. О, Кішкене тоқтап, анау 20 адам күтеді, 21 адам тоқтап, ана қарып алып. 20 адам емес па? Егер ана жігіт тоқтап кетсе ғой, ана адам өліп кететін болса, ана айтты, тоқтамап жұмысты өлетін бе деп. Кажется, выборочный в принципе только разговаривать. Смотрю, с опыте рядом раньше Жирмана хотел бұл жерде дұрыс шығып немнің жоқ. Жоқ, мосттың үстіне тоқтаған автобустың аңғарай создавай деп мен. Жоқ, мен мына жақта адамдар тоже ана секіріп жатқанын көріп кішкене көңіл бөледі. Иә, түсінікпен қарайды. 20 адамның барлығы да өзінің бағанағы маңызды ісін тастап, бір адамның өмірін құтқаруға тырысып келеді. Приоритет көріп тұрғаны? Приоритет. Яғни бір келіншек отырып алып, өзінің баласының емшектегі баласының бағанағы тамақ бермей, мен әлемнің балаларына тамақ беремін деп айта алмайды. Баланың сен приоритет сен балаң бұл жерде. Алланың өздері атын әке-шешесі тамақ береді. Түсінікті ғой? Сол себепті бір кез келген адам сіздерге көмек сұраған кезде, бірдеңе болған кезде сіздер нақты жауап беру керексіздер. Яғни біз намай нәрсе приоритет қайсысы? Сіз өзің ертең экзаменге дайындалып уақытыңызда сол кезде ана қызға бір көмектесу керек. Оны әркім өзі шешеді. Мысалы дайындалып қажет емес. Немесе қатты дайындалу керек. Егер сіз осыны бағана шешіммен жасап, приоритет жасайтын болсаңыз, онда сізде страх болмайды, невроз болмайды. Сіз арештің алдында, бірақ өз Құдайдың алдында ешқандай айтып келесіз арештің алдында. Сол себепті де біздер айтады, көбісі, жастар деген көбінесе мынандай нәрсе. Біз я деп айтатын жерде я деп айта білуіміз керек. Жоқ деп айтатын жерде жоқ деп айта білуіміз керек. Көбісі жоқ деп айта алмайды. Яғни болды, анаған да өте береді, мынаған да өте береді, анаған да өте. Яғни өзім айтып секілді, анаған көмектесіп айтып болып қалған секілді деген секілді. Ол нақты жоқ деп айту керек. Егер сіз жоқ деп айттыңыз, ана қатысы сізге ренжітті, оқтап кетіп қалды делік. Енді осы жерде түсініңіздер, кім кінәлі, қалай болып дегенде, осы жерде не істейміз? Мәлімет бар, көңіл күйімізді түсіреміз ба, жоқ не істейміз? Жоқты қабылдай алмаған адам. Яғни, жоқ қабылдай алмаған адам. Енді сол адам бар емес па, сіздің кім екеніңізді айтып тұрған жоқ, қандай екеніңізді айтып тұрған жоқ, өзінің кім екенін көрсетіп тұр. Көрдіңіз ғой? Яғни ол конкретно көрсетіп өзінің кім екенін, сондай ситуацияда. Қазір жастар ондай емес. Я десе, жоқ деген жоқ дейді. Қазір көп сондай ғой. Бірінші очередь өздерін қояды қазіргі. Біздің кезіміздегі совет өкіметі кезде тәрбие ғой. Ұят болады. Үлкенге көмектесу керек деген сияқты. Бізде қазір байқап қарасаңыздар, өзінің мені бар. Өзінің мені бар. Білесіз ба, ақыры дейді. Жаңа сіз айтып проблема, по идее, ата-анасының тәрбие бергені.
барлық нәрсе отбасындағы тәрбиеге байланысты десек. Айтайын енді бізде логотерапия детерминантты терапия емес, адам детерминантты жаратылыс емес деп айтады. Детерминизм деп жатқанымыз ол мынау. Мына мен түртсем салдары қозғалады, иә? Хайуан ол детерминантты жаратылыс. Мысық болып туылды ма, өскен кезде ол мысық болып туылды, ешқашан тірі болып кетпейді, ит болып кетпейді. Күшік болып туылды ма, ол ит болып міндетті түрде. Функциясы сондай детерминантты жаратылыс. Ал адам детерминантты жаратылыс емес. Адамның психосоматикасы детерминантты жаратылыс, яғни тамақ ішкен кезде болған энергиясы көтеріледі, тамақ ішкен болса түспейді. Бірақ рухани халатымыз сол детерминантты нәрсе етеді. Енді қараңыздар, бізде айтады, бала тәрбиесінде баланы жақсы қылып тәрбиелейтін болсам, жақсы өседі, жаман қылып тәрбиелейтін болсам, жаман қылып өседі дейді ғой. Яғни бұл жерде детерминизмді айтады. Детерминизмді айтады. Қандай болады? Ал бізде логотерапия атын детерминантты жаратылыс емес. Ол керісінше өзі шешеді қандай кім болатынын. Сондықтан ешкім әке-шешесін айыптаймын, әке-шешесін шақырмайды. Сен деген тәрбие ғой деген сөз. Себебі болмайды. Ұлттық жалпы адамдар практикада мына нәрсені көреміз. Жас отбасынан шыққан балалар оңбаған болып кеткен, қылмыскер болып кеткен. Жаман оңбаған қылмыскерлерден шыққан балалар бар, өте мықты азамат болып шыққан. Түсінікті ме? Яғни адамдар выбор деген нәрсе бар, өзі шешеді. Таңдау. Не болатын, кім болатын. Сіздерге 45 жылғы оқиға айтып берейін, диктофон логотерапевтер айтады. Сыған отбасы болды дейді. Сыған отбасында 9 бала өсірді дейді, 9 бала. Сол 9 баласына әке-шешесі қамшымен сабап тұрып, шырықпен сабап тұрып, міндетті түрде көшеге қамырып қуып жүреді. Азанда кетіңдер, кешке жақын ақша беретін болсыңдар. Ұрынбайсың ба, жоқ қайыр дейсің ба, бір жерден сатасың ба, өзің білесің, міндетті түрде ақша тауып келесің. Кім ақша тауып келмейді, бұрышқа тұрғызып қойды, маған шырықпен сабап жазбайтын болған. Енді қараңыздар, уақыт өте келе сол 9 балалар есейді ғой өз тұғын. 9 баланың тағдыры қандай болып деп ойлайсыздар? 9 баланың 8-і қылмыстық әлемде жүрді, түрмеден түрме, ұрлықтан ұрып деген сияқты. Ал біреуі сол өмір өсіріп, отбасылы болып, мүйіс болып кетті. Көрдіңіз ба, әке-шешесі оған қандай қылып тәрбиелесе де, адам өзі шешіп қандай болады. Енді ол әке-шешесіне қарап, мен бақытсызбын, сендер кінәлісіңдер деген айта алмайсың. Бала тәрбиесінде негізгі масала ата-аналарға айтатын нәрсе, біз баланың алдында 3 түрлі жауапкершілік атқарамыз, 3 кезеңге дейін бар. Бірінші кезеңде 1 жастан 13 жасқа дейін қандай жауапкершілік атқарамыз? Бірінші кезекте жауапкершілік атқарамыз, екінші кезекте тәрбиелейміз. Жауапкершілік не ол? Тамақ беру, киім беру, ол деген секілді жауапкершілік амандық үшін. Екінші мәселе ол тәрбиелейміз. Яғни балам мына жаман нәрсе, мына ішінде болмайды деген секілді тәрбиелейміз. 13 жасқа дейін ана. Енді 13 жасқа келгеннен кейін бір функцияны алып тастаймыз ата-анаға. Не алып тастаймыз дегенде тәңір мәселесін алып тастаймыз. Не үшін? Индивидке қарай жүріп қалыптасып жатыр. Индивидуализмге қарай ұмтылады. 18 адам өзін іздей бастайды. Яғни кішкентай кезде бала үшін ата-анасының сөзі өте маңызды, бірінші орында тұрады. Енді 13 жастан кейін былай қарай, әке-шешесінің өзінің сөздері уже динозавр әңгімесі болады. Керек емес, айтып қойшы, пожалуйста. Оны бәрі тастайды да, енді оларға кімнің сөзі маңызды? Қоршаған ортасындағы посттарымен. Сол кезде самооценка басталады. Какая я себя? Нормально, это или деген секілді басталады. Енді осы жерде адам өзінің ізденіс кезінде біреу шашын бояйды, біреу маған бұрынғы сырға тағады, біреу маған жыртық киім киеді, біреу анау істейді, мынау істейді. Бұл порочность емес, бұл арзандық емес, ол адам өзінің қалыптасу мәселесі, ізденіс мәселесі. Бір жерде анау біреу бояйды деген секілді. Бұл норма нәрсе. Осы нәрселер ата-ана ешқашан шошымау керек. Молодец, мәссаған, сен осы береді, мәссаған, сен вкусын күшті екен, киімің машайын екен. Прическасын сен өзің танып білмейді, айтылма деген секілді. Оценкасын көтеру молодец деген секілді. Қолдау. Мен 18 жасқа келдім бала, 18 жасқа келген кезде ата-ана тағылып екінші функциясын алып тастайды. Қандай келген кезде жауапкершілік. Яғни жауапкершілікті алып тастайды. Не істейді ол кезде? Яғни болды балам. Мен бізде бана өкіметтік мәселе осы 18 жас
деген шартсыз түрде қойып әркімде әрқалай 18 жасқа келгеннен кейін балаға еркін қолына ұстап еркін қолына бердім. Енді болашақта бақытты болуың да, бақытсыз болуың да өз қолыңда. Мен саған ештеңе істеймін. Осы уақытқа дейін мен саған қолымнан келгенше барлық нәрсені бердім. Яғни психологический какой-то слабостьтар болып сені ұрып қойдым, дұрыс түсінбедім, қолдамадым. Қолымнан келген бәрін істедім. Өкінішті еді жаман мәселені. Кешір соның нәрсені. Бірақ мен сені жақсы болсын деп істедім деп айтып керек. Енді болашақта сен бақытты болуың, бақытсыз болуың өз қолыңда. Енді бақытты қайда жерде, қалай жететініңді өзің таңдайсың. Рухани сезім түрде сабақ оқып, диплом алып, жұмыс жасап, ақыл кәсіп етесің ба, өз жетілігің. Енді болашақта бұдан кейін бақытсыздығына мені никак кінәлаймайсың. Айтса кете берейік, сұрақтарыңыз болса. Бірінші курста, Информация бәрі толып қалған сияқты жүреді. Сұрақ береді. Бағанағы айтқан нәрсені дұрыс түсінсеңіздер, болашақта психологияның үшінші курсы, төртінші курсы бар. Төртінші курсы бар. Режиссер білесің. келесі жылдан қазір. Болашақта бітірсеңіздер, логопедия келсеңіздер болады. Бізде от и дом бәрін түсіндіріп оқып береді. Сонымен адамның жұмыс істейді. Көпшілік қазір айтылған әңгіме, логопедтердің бір нөл бір ғана процент. Болмаса бұл үлкен, өз алдына бір сала. Енді үшінші курс, төртінші курсқа жақындап қалыпты, енді мамандықтың несі болатын дәрежеге жетіп жатырмыз. Осы сіз алып жатқан сертификатты Қазақстанда алып, оқып, жұмыс жасап бола ма? Бар, мен оқыдым. Өзіңіз Сертификат. Баған Австриядан келесің. Бір сертификат. Екінші сертификат осы Қазақстанда болмаса Қазақстан берілген. Екі диплом берілген. уақыты 3 жыл. Екі жыл, мен просто 3 жыл оқыдым. Мен үшін бірінші жылы құлап қалдым экзаменнен. Үшін тағы оқыдым. Логопедия курсында оқып тапсырған. Жоқ, тапсырмайды, просто собеседование болды, ешкім негізі. Ағашы сонда деген. Ең бірінші кезде сіз жаңағы бакалавр психология мамандығын білмегендіктен Психология. көріңіздер ма, сонда логотерапевт болу үшін, экзистенциалды психолог болу үшін не керек екен? Психология мамандығын білу керек екен. Сол үшін бұл кісіні қабылдамаған. Содан кейін 4 жыл оқып, қайдағы университетте өзге бөлімде оқып барып, сіздерде егерде болашақта осы логотерапия бойынша айналама көмектесем, ең бірінші өзіме көмектесем, сол арқылы айналама көмектесем дейтін болсаңыздар, сіздерде уже ешқандай кезегі жоқ. Психологияны оқуға тырысыздар. Көп рахмет сіздерге, өздеріңізге қош келдіңіз. Енді бұл амангелді терапевтологтың негізі мына бірінші курстарда бағана айттым ғой, оқу практикасы, екінші курстарда оқу практикасы болды, сол бойынша шақырған болатын. Содан кейін осы логотерапия бойынша дәріс оқып келсін деп біздің басшылық кафедра меңгерушісі Николай Вакарбеков. Мен бағана кафедраға шақырдым, ол кісі жиналысқа кетті. Осына бірінші, екінші, үшінші курста толық қатыссын дегеннен кейін біз осылай хат жазып, осылай жасап отырмыз. Енді сіздерге түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Бұл дегенде айтылған логопедияның жай ғана бір ғана жай ғана бір үзіндісі. Бұл жатқан ең үлкен ғылым негізі. Классикалық ғылым ғой. Классикалық ғылым. Неге логотерапевт боламын деп алдағы уақытта өздерінің сондай бір ой туындаса, мен қазақ тілінде де оқытасыз және орыс тілінде де оқытады. Енді оны өздерің шешесіздер. Біз сіздерге ойда логотерапевт болағал деп ешкімді қинамайды, жаңа айтқандай. Оны өздеріңіз көріп, қаншама психоанализ орталығына да барды, инфекционный центрға да барды, әр мекеменің психологтарымен танысып жатарда, кластарда сіз секілді осы дәріс оқып жатыр. Сонда бұлар айтып келіп жатыр, мен уже анасыларын таңдадым, мынасыларын таңдадым деп уже айтып келіп жатыр да, бүгін енді логотерапия қосылды, уже бұлар алдыңғы шешімдері бүгін айтып қалғанда ол мүмкін болуы мүмкін. Өйткені әркім әртүрлі нәрсе бақыт айтқан сайын қызығушылық туындап жатыр да. Енді сізге уақыт бөліп, біздің осындай шақыруымызды бас тартпай, өзіңіз айтқан жақсылықтан бас тартпай келгеніңіз үшін, студенттерге өзіңіздің біліміңізбен бөліскеніңіз үшін
пайдалы болғаныңыз үшін біздің студенттер үшін логотерапия және экзистенциалдық психология туралы бұл Виктор Франклдың теориясы. Екінші курста қоғам психологиясы деген пән жүреді сіздерде екінші курсқа барғанда. Сонда біз Виктор Франклдың теориясына арнайы тоқталамыз. Иә? Сол теорияны айтқаныңыз үшін, студенттерге пайдалы біліміңізбен бөліскеніңіз үшін сізге 1000 алғыс. Мен ойлағам, бұл кісіде ешқандай не жоқ, уақыт жоқ. Қазірде ешкімде де уақыт жоқ қой, иә? Сол арасында, уақыттың арасында клиенттер ысырып, оқып жатқан курстарын былай ысырып, біздің айтқан уақытқа келіскеннің өзі біз үшін үлкен құрмет. Сіз психолог мамандықтарына келдім деп айтпақшы, негізі сіз бір университетке келіп жатырсыз. Ол біздің университеттің мәртебе, мектеп 3 күннің ішінде біз сайтқа өтіреміз, арнайы сайтына. Біз үшін мақтаныш, біздің шаңырақ болып іргелі оқу орнына келіп жатырсыз. Алла разы болсын. Енді студенттерден кім бірдеңе айтқысы келеді? Олдыз парма. Олдыз парма. Аман айтамыз. Мақтау деген жақсы ғой, бәрі жақсы. Қоғам жұмысында қаншалықты дәрежеде болып жатқанын сізге үлкен рахмет. Біз 3-ші курста оқып жатырмыз ғой. 3-ші курста көбінесе озыңдар екенсіңдер. Айтады ғой, дипломдық жұмысқа дайын кешіп бастаңдар, ертең сұраймыз деп. Сол кезде көп ойланып, қазір бір Алладан келген бір нема сізге бірінші келіп тұрғанында қандай мамандық, енді практик психологтың жұмысы асырды көбінесе естеміз. Енді қосымша сертификатпен жұмыс жасап, сіздің мамандығыңызды ертең оқып, ары қарай осы өсіп келе жатқан ұрпақтарға біліміңізді дарытамыз, танытамыз және білім беремізге еңбектеміз. Сізге уақытыңызды бөлген үшін үлкен рахмет. Айтатындар, комментарий айтатындар, отзыв. Вообще ұнамады деген бар маған. Вообще ұнамады дегенде. Бүгін бірінші курста сөйлеп өтсем, жалпы бүгінгі тәуелсіздік мамасымызды білдіреміз, себебі біз әлі көп нәрсені білмейміз, екінші курс болғандықтан қандай мамандық десе өзіміз жақында танып жатырмыз. Психодиагностика саласымен, арт-терапия саласымен, міне бүгін логотерапиямен танысқаннан кейін көбіміздің ойымыз өзгерді. Басында жаңағы қандай сала, немен айналысады, қандай теориялар бар деп ойлап жатамыз. Және қазіргі кезде біздің көпшілігімізге бір қазіргі кезде тақырып бар ғой, өмірдің мәні деген кезде сол тақырыпқа сөйлеген кезде өзіме қатты ұнады. Себебі бірінші курс болғаннан кейін де өмірдің мәнін көбінесе білеміз, өмірдің мәні неде деген сұрақтар көп болып жатады. Осындай бір кездесін көрсетіп түсіндіргеннен кейін өмірдің мәні мүлдем басқа нәрсе екенін түсіндік. Себебі қарапайым нәрсе екен. Қарапайым нәрсе екенін біз оған басымызда қатырмау керектігіміз, және сіз өзіңіздің тәжірибеңізді айтқан кезде, 29 жаста келгеніңізді айтқан кезде өзімді қатты қуанып қалдым. Себебі қанша барып жатырмыз кездесулерге, ол жерлерде айтады, сендер қазір бастап жатсыңдар, әлі бірнеше жыл оқисыңдар деп. Өзім ойлайтынмын, білеймін, бұрыннан бастап оқу керек деді, жаңағы өзімізбен жұмыс жасап уақыт өтіп жатыр деп. Иә, уақыт өтіп жатқан сияқты білетінмін. Алайда сіздің 29 жасыңызда бастағанын естігеннен кейін өзім үшін үлкен сауғат алдым. Мен осы сабағыңызбен бөлісіп, жеке бір тәжірибемізбен бөліскеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы бірінші курстар үшін үлкен рахмет. Екінші курстар кім айтады? Дария. Үшінші курстан айтты, екінші курстан кім? Сіздерге бәріне рахмет. Жалпы бана айттым ғой, болашақта психология мамандары өте көп қажет болады деп. Мен өзім айтайын, мен группамда 12 студент болды. 12 студенттің ішінде мен ғана психолог болып шықтым. Қалғандарым бәрі кезінде немен айналысты, сонымен айналысып кетті. Жігіттер, ауылдан келген жігіттер малмен айналысқан адамдар малмен айналысып кетті. Сатумен айналысқандар саудагер болып кетті. Біреуі анда болып кетті, мынау болып кетті, түсініксіз жоқ. Сондықтан қазірден бастап қандаңызды ертең кім боламын, мынаумен нәрсемен айналысамын ба, жоқ айналыспаймын ба деген секілді нәрсені. Енді түсініңіздер, барынша ұқыпты болып, хотя бы кім балалармен жұмыс жасағанын жақсы көреді. Мысалы, солар логопед, аботерапия, сол жағына кішкене өтіңіздер. Үлкен есекті философия жағымен айналысамын дейтін болсаңыздар, онда экзистенциальный психологияны таңдап, философия жағын кішкене зерттеп оқыңыздар. Жалпы онда көп
Сондықтан сіздерден осы жерде қаншама адам отыр, соның барлығы ертең психолог маман болатын болса, қоғамдағы кез келген проблема уақыт өте келе өзі-ақ шешіледі. Көрдіңіздер ғой, жақсылық шықты, ал жамандық өзі-ақ жойылып кетеді. Проблема жақсылықтың барлығында емес, проблема жамандықтың барлығында емес, проблема жақсылықтың жоғында. Көрдіңіздер ғой? Сондықтан сіздер түстіңіздер ғой, енді жақсылықты ары қарай уже енді Франкл айтады, мәнді адам қалай айтады? Просто реализовать етпейді дейді. Ол мән үшін адам күресу керек деп айтады. Қиындықтан өту керек дейді. Виктор Франклдың өзі бәлем қаншама түрмеде небір азаптауға көрген ғой. Өзі айтады ғой, мен көрген азапты ешкім көрген жоқ деп. Өзінің кітабында айтады. Соған сұрақ қояды. Енді Франклдай бола алмаймыз ғой. Ол концлагерь көрген 3 жыл бойы қаншама қиянат көрген. Соны бана шәкірт айтады ғой, енді сен көріпсің сондай нәрсені, бәрін реалды өмірде көрдің, сезіндің дейді. Ал біз концлагерь көрмедік, біз не істейміз деген кезде, енді Элизабет Лукас осындай әр адамның өзінің басында концлагерь, әркімнің концлагері бар деп айтады. Сондықтан біздің әрқайсымызда концлагерь бар. Әрқайсымыздың ішімізде. Сондықтан ол символический нәрсе, ол бағанағы бірге бар нәрсе. Сондықтан әрқайсымыздың басында концлагерь бар. Ешкім асты туған жоқ, ешкім кем туған жоқ. Бәрі түсті, келді, бәрінде ешкім жетісіп жүрген жоқ, ешкім бағана артық асып кетіп бара жатқан жоқ. Онда комплексті мидан алып тастау керек. Өз бетіңізше, өз қабілетіңізше дамып жатсыз. Біреудің қолынан ән айту келеді, біреудің қолынан келмейді. Ән айтылған адамға артынан мақтап қолпаштаймыз, ризамын, кереметсің деп. Ал әнші адам, сен неге мен сияқты емессің деген секілді бәлсінбейді. Сондықтан болашаққа психолог болып, бір-бірімізді жұмыс жасап, команда болып жүре берейік. Сол, рахмет сіздерге көп-көп. Сәттілік тілеймін сіздерге. Так. Сау болыңыздар. Суретке түсеміз.